Артық салмақтан арылудың жолдары. Ғалымдардың айтуынша, кез келген адам арықтайтын кезде бірінші ойлануы керек. Артық салмақты бір апта ішінде немесе 2 аптада жинамаған болуы мүмкін. Әсіресе қазір жаңа жыл қарсаңында арықтауға байланысты көптеген марафон фитқа айналуда. Тек қана жаңа жылға ғана емес, той немесе маңызды нәрселер болатын болса, бәріміз айнаға қарап арықтау керек еді деп ойланамыз. Бұл нені білдіреді? Яғни, үнемі салмақ тастағысы келетіндер күнде ертеңге қалдырып жүреді. Ертең бастаймын, немесе 2-3 апта қалған кезде арықтаймын дейтін адамдар өмірін кейінге ысырып тастайды. Диетолог салмақ тастағысы келетіндерге сағат түнгі 10-нан кейін қалмай ұйықтау қажеттігін айтады. Себебі адам ағзасының биологиялық сағаты бар деп санайды. Биологиялық сағаттың ішіне күндізгі сағат та кіреді. Жұмыс уақытына бағынамыз. Сол сияқты біз өзіміздің әрбір ағзамыздың және органның қай уақытта демалып, қай уақытта жұмыс жасайтынын білуіміз қажет. Яғни, түнгі 10-да ұйықтап, таңғы 6-да тұрсақ, гормон дұрыс бөлінеді. Егер таңғы 6-да тұрмайтын болса, үлкен де, бала шаға да түнгі сағат 10-нан 11-ге дейін ұйықтап қалмай, әдетке айналдыру керек. Адам ұйықтаған кезде арықтайды, ал кішкентай балалар ұйықтаған кезде керісінше өседі. Сондықтан да бала да үлкен де уақытылы демалған дұрыс. Қазіргі таңда көмірсулы тағамдар көп. Қант жемеймін деп айтатындар бар. Бірақ біздің сатып алатын нан, кез келген дүкеннен алатын заттың құрамында қант және трансмайлар өте көп. Соның салдарынан адам тойғанын білмейді де тағамды шектен тыс жейді. Зиянсыз және пайдасыз тамақты көп жегенде бауыр мен өттің жұмысы нашарлайды. Яғни, бауыр мен өттің жұмысы реттелу үшін ыстық су ішу аса маңызды. Күнделікті адам өзінің салмағын 30-ға көбейтіп, шыққан нормадағы суды әсіресе қыс мезгілінде ыстық қалпында ішу қажет. Тамақтанардан бұрын 1 сағаттан кейін немесе алдында ішкен дұрыс. Одан кейін 3 реттік тамақтануға өту керек деп санайды. Егер адамда қант диабетінің бірінші типі болмаса, онда 3 уақыт тамақтану бізге жетеді. Және тағамда көбінесе көкөніс көп болғаны абзал. Тамаққа қосқан кезде адам тәттіден оңай бас тартады. Сонымен бірге көзге көрінбейтін тіске басарды алып тастау керек. Кейбір сусын және сүтпен шай іше салады. Сүтпен шайды және газдалған сусынды, алкогольді шектеу керек. Ең маңыздысы күніне 10.000 қадам жасау. Сағат күндізгі 5-ке дейінгі кезең мен сағат 5-тен кейін физикалық белсенділік төмендейді. Күніне ыстық су, ұйқы және 10.000 қадамды күнделікті жасайтын болсақ, салмақтан оңай құтылуға болады. Және үнемі жаттығулар жасаңыз. Аптасына 3-4 рет жарты сағат бойы тұрақты жаттығулар жасаңыз. Егер сізде спортпен немесе спортпен шұғылдануға уақыт болмаса, күнделікті іс-әрекетіңізді белсенді етіңіз. Мысалы, лифттің орнына баспалдақты қолданыңыз. Егер сіздің баратын жеріңіз жақын болса, жаяу жүріңіз. Сонымен қатар, тамақтану әдеттеріңізді өзгертіңіз. Салауатты салмақты жоғалту үшін тек спортпен шұғылдану және жаттығу жеткіліксіз. Сонымен қатар, тамақтану әдеттері мен өмір салты үлкен маңызға ие. Және уақытылы ұйықтаңыз. Түнге дейін ұйықтамайтын адамдар аштыққа ұшырайды. Және көп тамақтануды қажет етеді. Өйткені түскі астан кейінгі уақыт ұзарады. Ұйқы уақытын реттемейтін адамдар ұйықтар алдында жоғары калориялы тағамдарды тұтынады да, бұл дене майының жиналуына әкеледі. Бұл өз кезегінде салмақ жоғалту процесін қиындатады. Және суды көп ішіңіз. Күні бойы тұтынылатын судың мөлшері
тез және сау салмақ жоғалту үшін өте маңызды. Салмақ жоғалту үшін күніне 2-2,5 литр су ішу керек. Күнделікті суды жеткілікті мөлшерде тұтыну метаболизм жылдамдығын арттыра отырып, майдың жоғалуына ықпал етеді. Және өңделген тағамнан аулақ болыңыз. Оралған тағамдарда химиялық консерванттар, зиянды қант, тазартылған қант және зиянды майлары бар. Фастфуд антисанитарлық жағдайда шығарылады және құрамында зиянды майлары бар. Мүмкіндігінше салмақ жоғалту үшін мұндай тағамдардан, газдалған сусындардан және фастфудтан аулақ болыңыз. Кейде артық салмақ ешқашан кетпейтін сияқты. Сіз калориялы санайсыз, көмірсулардың мөлшерін бақылайсыз, ақуызды жеткілікті мөлшерде тұтынуға тырысасыз, үнемі жаттығулар жасайсыз және таразы көрсеткіші бәрі орнынан қозғалмайды. Мұнымен қалай күресуге болатынын біз сіздерге айтып өттік. Қорыта айтқанда, кешкі және түнгі уақытта біздің денеміз тамақты сіңіруге емес, ұйқыға бейімделгенін есте ұстаған жөн. Дегенмен, асқазан ішек жолдарының және тұтастай алғанда ағзаның жұмысында елеулі бұзылулар туғызбау үшін кешкі уақытта тамақтан толық бас тартуға болмайды. Жоғарыда айтылғандай, ұйықтауға дейін 2-3 сағат бұрын тамақтану ұсынылады. Осыны есте сақтайық. Құрметті көрермендер, сіздермен болған пайдалы ақпараттар айтары. Каналға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Әлі талай құнды ақпараттармен бөлісіп отырамын.